Егер сіздің күйеуіңіз сізге измена жасаған болса, иә, әрине больно, бірақ кімге больно болып тұр сізге? Бұл ситуацияда кім қаттырақ қиналып тұр? Сол адамға сабақ келіп жатыр, урок келіп жатыр. Бұл ситуацияда сіздер кешіресіздер ме, кешірмейсіздер ме, бірге тұрасыздар ма, конечно, өздеріңіздің решенияларыңыз, бірақ мен сіздерге бір совет айтатын едім. Бұл ситуация сіздерге нені айтқысы келіп тұр деп қарау керек бұл ситуацияға, сабаққа. Болды, мен осындай басымнан жағдай өтті, мен бұл жаралы жүрекпін деп емес, дамы, өзгер, басқаша өмір сүр. Қазіргі өмір сүріп жатқаның мүмкін жақсылыққа апармас соңы. Поэтому даму керек, өзгеру керек. Сіздерде екі вариант бар. Біреуі жертва болып, мен осындай ситуацияға түстім, сенің кесіріңнен деп оны өмір бақи кінәлап өту. Екінші вариант бар. Ол дамып, өзгеріп, өздеріңізге бүкіл фокусты өзіңізге қойып, жарқырап жүруге, ары қарай бұдан да лучше өмір сүруге мүмкіндік келіп тұр. Поэтому давайте шешім өздеріңізде.